Ал енді құрметті әріптестер, біз өзіміздің бүгінгі талдауымызды бастайық. Қараңыздар, бірінші сұрақ бізде былай басталады. Фосфор толық жанғанда түзілетін X1 затынан алынатын тұздың массасы. Яғни мына жерде X1 заты. Бұл жерден мына логикамен ойлап қарайтын болсақ, ең соңында бізде тұз алыну керек. Мынау бізде тұз. Көрдіңіздер ме? Енді элементтен тұзға бару үшін алдымен бұл жерде оксид түзілу керек. Яғни мынау X1 бізде оксиді болады. Фосфордың мына P2O5 дейтін оксиді. Одан кейін оксидтен біз қышқыл түзуіміз керек. Қышқылдан біз тұз аламыз. Білесіздер, бейорганикалық заттардың генетикалық қатары бар, иә? Мынау бізде H3PO4 болады. Вот. Осыдан біз қазір тұздың массасын есептеп табуымыз керек. Енді мен сіздерге қазір реакция теңдеулерін көрсетемін. Мені дайындап қойдым. Фосфорды оттегіде жаққан кезде P2O5 X1 заты алынады. Одан кейін бұл бізде қышқылдық оксид болғандықтан сумен әрекеттесіп бізде қышқыл түзеді. Ол бізде X2 заты. Одан кейін білесіздер, қараңыздар, мынау бізде қышқыл. Мынау бізде негіз, иә? Қышқыл мен негіздің реакциясында бейтараптану процесі жүзеге асады. Нәтижесінде бізде міне мына тұз және де су түзіледі. Бұл кішігірім, жалпы не ол? Сараптау болып саналады. Енді біз мына жерде тұздың массасын табамыз. Ешқандай да бұл жерде бір қиналып есептеудің қажеті жоқ. Ол үшін біз былай істей саламыз. Қараңыздар, мына жерде былай болады. Міне, фосфор толық жанғанда түзілетін 35-те 1 грамм X1 заты. Получается, масса, ол бізде мынаныкі болып тұрған, міне. Вот осының массасы тең 35-те 5 грамм болады. Бұл оксид. Осы жерде бірден бұның мөлшерін таба салайық, иә? Так, оксидтің бізде малярлық массасын мен қазір айтамын. Оның малярлық массасы 142 грамм на моль болады екен. Бүйт жазып қояқ, мынаның малярлық массасы 142 грамм на моль. Яғни бұдан мен мольді табатын болсам, 35-те 5 бөлінген 142, қараңыздар, нәтижесінде 0,25 моль бізде оксидтің мөлшері алынады. Ары қарай біз мынандай логиканы қолданамыз. Мына жерге мән береміз. Қараңыздар, оксидтің құрамында, иә, міне P2O5 бізде 2 фосфор бар. Одан, міне X1 ғой, одан түзілетін қышқылдың құрамында бір ғана не бар? Бір ғана атом фосфор бар. Яғни бұл дегеніміз, мынаның бір мөлшерінен, міне, оксидтің бір мөлшерінен біз, егер де қараңыздар, бұның мөлшері N болатын болса, біз қышқылдан 2N аламыз. Себебі қышқылдың құрамында бір ғана атом фосфор бар. H3PO4. Келесі алынатын нәрсе, ол бізде тұз. Натрий 3, міне, PO4. Вот, тұздың құрамында да фосфор бізде біреу ғана бар. Онда 2N мольдан біз 2N тұз аламыз. Тек қана мына жерде мына нәрсе, міне. Мына яқта 2 дейтін коэффициент тұрғандықтан 2 есе бізде қышқыл түзіледі. Себебі анау енді бір молекула дейміз ғой, енді шартты түрде. Сол 2 фосфор бір молекуладағы бөлек-бөлек 2 молекула қышқылға кетеді. Яғни, мына жерде мынаның мөлшері 0,25 моль болатын болса, онда мынаның мөлшері 2 көбейтілген 0,25 болады. Нәтижесінде 0,5 моль. Тура сол секілді, міне, мына тұздың да мөлшері қанша болады? 0,5 моль. Екеуі бірдей. Вот осы жерде
тұздың массасын табу үшін біз тұздың малярлық массасын білуіміз керек. Так, мынаның малярлық массасы 164 грамм на моль. 164 грамм на моль. Онда 0,5-ті көбейтемін 164 грамм на мольға. Міне моль мен мольді қысқартамыз. Нәтижесінде бізде қазір шығады екен 82 грамм. Яғни 164-тің дәл жартысы шығады. Міне. Қарап тұрсаңыздар, мына бірінші вариант бізде дұрыс жауап болады екен. Тамаша, келесі екінші сұрақ. Металл оксидтерінен металдарды тотықсыздандыру әдісі. Енді, мына гидрометаллургия, флотация, пирометаллургия және де электрометаллургия дейтін терминдер бар. Бұл жерде флотация ғана кішкене өгейлеу, себебі кітаптарда келтірілетін ақпараттарда флотация жоқ. Вот, негізгі үш әдіс гидро, пирометаллургия және электрометаллургия. Гидро дегеніміз ол сулы ортада, ашеко орта болады. Ал пирометаллургия дегеніміз құрғақ ортада деген сөз. Электрометаллургия дегеніміз электр тоғы бар. Міне, электр тоғы. Бітті, қарапайым осы ғана. Қазір мен сіздерге көрсетіп жіберейін мына жерден. Міне, мынандай менде не бар? Қараңыздар, осына бір сурет дайындап қойдым. Міне, пирометаллургия деп тұр. Восстановление безводных соединений при высокой температуре дейді. Көрдіңіздер ма? При высокой температуре. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, мына жақта не істеген? Яғни оксидке мына көміртекті қосқан, су жоқ, екеуі де құрғақ, сосын қыздырады. Сол секілді мына жақта көміртек моноксиді, ол газ. Яғни при безводных соединений, сулы орта болмайды бұл жағдайда. Электрометаллургия, ол электр тоғы қатысады бұл жерде. Міне, электролиз расплавов дейді, жалпы электр тоғы бар. Гидрометаллургия, ол восстановление из растворов солей, сулы ортадан алады. Мысалға мына жерде қараңыздар. Мыс оксиді қосылған қышқыл, қышқыл сұйық зат қой. Байтқан кезде оксидті қышқылда ертеді, сонымен ерітінді алады. Яғни уже сулы ортада. Одан кейін соған темірді қосады. Яғни не істейді мына жақта? Тотықсыздандырып түсіреді екен. Сол секілді кадмийді дәл солай. Міне, қышқылда ертеді, одан кейін өзінен белсендірек металды қосып, сулы ортада тотықсыздандырып бөліп алады екен. Вот осылай. Жаңағы біз өзіміздің сұрағымызға қайтып келетін болсақ, бізде мына жерде дұрыс жауап, ол пирометаллургия болады. Міне, мынау бізде дұрыс жауап болады, пирометаллургия. Вот осы көп жағдайда дұрыс вариант ретінде келеді. Жалпы қалғандармен де алуға да болады, бірақ мына пирометаллургия ең көп қолданылады. Электролиз, электр тоғы шығын кетеді. Одан кейін гидрометаллургия, о жерде қышқылмен ертіп, біраз кішкене жұмысы қиындау. А пирометаллургия не ол? Көміртекті, болмаса көміртек моноксидін қосып қыздырады. Яғни ең оңтайлы әдіс осы С болып табылады. Пирометаллургия. Экономикалық тұрғыдан да деп айтып жатырмын. Үшінші. 2 бром 3 метил бутанды элиминерлеу кезінде түзілетін көмір сутек. Элиминерлеу. Ол ағылшын тілінен шыққан мынау. Elimination деген сөз. Устранять. Elimination. Вот он. Бір нәрсені жою, құрамнан алып тастау дейтін мағынаны білдіреді. Бұл жерде бізде міне 2 бром 3 метил бутанды дейді. Вот. Мен мына жерге қараңыздар келтіріп қойдым. Міне 2 бром 3 метил бутан. Енді бутан болу үшін 1, 2, 3, 4 негізгі тізбекте 4 көміртегі бар. Элиминерлеу дегеніміз механизмге мән беретін болсаңыздар, міне мына жерде бізде ең соңында не алынады?
мына жақта галоген жойылады и сутегі алынады екен. Ең сонда бізде мына жақта қараңыздар, қос байланыс түзіледі екен. Вот, осы жерден біз мына бір бромды алып тастаймыз. Бром мына көміртекте тұр. Ал енді сутегі ол көршілес көміртектен алынады. Оны біз альфа сутегі дейміз. Бірақ та бұл жерде Зайцев ережесі қолданылады. Зайцев ережесі дегеніміз не? Сутегі саны ең аз көміртектен алып тастаймыз. Қараңыздар, көршілес бізде мына көміртек бар. Бұда 3 сутегі, и көршілес бізде мына көміртек бар. Міне мына жақта көміртек жазылмаған. Оның 4-ші байланысы сутегі. Вот осы сутегі алынады. Нәтижесінде бізде, яғни мына бір бром мен сутек алынғандықтан қос байланыс дәл ортасында болады, по центру. Көрдіңіздер ме? Міне мынандай қосылыс алынады. Мына жақта бізде қос байланыс бар, еще мына жерде бізде метил бар. Яғни мынау қос байланыс қай шетке жақын, жалпы мына метилді қай шетке жақын? Біреу, екеу. Кіші комбинациялар санымен біз атаймыз да оны. 3, 4, яғни қос байланыста метилді кішілеу 2 дейтін санға келіп тұр, я? Оң жан басынан келіп тұр. Онда біз оны қалай айтаймыз? 2 метил бутен 2 болады. Көрдіңіздер ме? Яғни міне 2 метил бутен қос байланыс барын білдіріп тұрмыз. Сол қос байланыс екінші көміртекте болып тұр деген сөз. Яғни Б нұсқасы бізде дұрыс болады. Мына механизмді жаттаудың қажеті жоқ. Бұны концептуально түсіну керек. Кәдімгідей логикасы бар. Әр нәрседе етегінен жармасатын бір логика болады. Сол түйсікке сіздерге келмей тұрса, өзіміздің мастер курсымызды ұсынамыз. Олимпиадалық деңгейге дейін 7 бүкіл механизм қарастырылған. Яғни механизмдер дейтін тарау бар. Сол жерде 22 сабақ бар. Мектеп бағдарламасында өтілетін 3 механизм емес, 7 механизм қарастырылады. Сол механизмдердің барлығын қарайтын болсақ, бүкіл органиканың айтқан кезде сканері болады да. Уже көзбен бүйтіп ана бір насквозь көргендей түсініп тұратын боласыздар. Тамаша. 4-ші сұрақ. Полимерлену реакциясына қатысатын көмір сутек. Мына бір берілген нұсқалардағы қосылыстарды міне келтірдім. Бұлардың барлығы полимерленеді. Міне білесіздер, полимерлену қос байланыс тұрған жермен жүзеге асады. Міне мына жақ полимерленеді, немесе мына жермен кәдімгідей полимер алуға болады. Бірақ та дұрыс жауап мына жерде міне этилен болады. Не үшін? Себебі мына қалған 3 нұсқаларда бізде бөгде міне мынандай гетероатомдар бар. Оттегі, хлор, мына жақта міне оттектер бар деген секілді. Ал көмір сутек, яғни көміртек пен сутектен тұратын, ол тек қана мына бір Д нұсқасы болады екен. 5-ші, қараңыздар, алкендермен әрекеттесетін заттар жұбы дейді. Бірінші нұсқаны қарастырамыз. Қараңыздар, мыс 2 оксиді. Олар бізде қарап тұрсаңыздар, міне спирттермен әрекеттеседі. Нәтижесінде міне мыс түзіледі. Айтады, этанолға қыздырылған мыс сымын батырса, ол жарқырап шығады. Не үшін жарқырайды? Себебі басында оксидпен болды, одан кейін таза міне жып-жылтыр жарқыраған мыстың өзі түзілді. Нәтижесінде жағымсыз иіс пайда болады. Ол бізде альдегидтің иісі болады. Жалпы білесіздер, мына бір иістендіруші компоненттер ретінде альдегидтер қолданылады. Күміс оксиді, ол бізде міне альдегидтермен әрекеттеседі. Альдегидтерді міне қышқылдарға дейін тотықтырады. Міне мына жақта бізде күміс түзіледі. Яғни күміс айна реакциясы. Толенс реактиві дейді болмаса. Так, бізде келмейді біріншісі. Себебі алкендермен әрекеттесетін заттар жұбы. Екінші, яғни А бізде келмейді. Екінші бром суы дейді. Міне бром алкенмен әрекеттеседі. Нәтижесінде бізде бром суы түссізденеді. Я, бром суы бар екен. Одан кейін бром тағы да айтайын. Ол бізде мына жақта міне мынандай
яғни фенолмен реакцияға түседі. Нәтижесінде ақ тұнба береді екен. Яғни бром суы тек қана алкендерге ғана емес, фенолдарға да сапалық реактив болып табылады. Тамаша. Екінші калий перманганаты. Бізде екі жағдай бар. Міне, бірінші жағдай және де екінші жағдай. Міне, if the potassium manganate дейді, solution is acidified. Acidified дегеніміз, яғни қышқыл қосылған. With dilute. Dilute дегеніміз ол сұйытылған. Сұйытылған қышқылды қосқан кезде, міне, бізде не істейді дейді? Міне, purple solution becomes colorless. Күлгін түс түссізденеді. Себебі, мынаяқта плюс 7 иондары плюс 2 ионға өзгереді. Марганецтің плюс 2 иондары түссіз болады. Ал плюс 7 ол күлгін түсті. Екінші жағдайды қарастырамыз. Міне, potassium manganate solution is made slightly alkaline. Alkaline дегеніміз сәл нестелген сілтілік орта жасалған жүйеде, бізде манганат. Осындай жүйеде the purple solution first becomes dark green дейді. Яғни міне, бірінші сатылы реакция жүреді. Бірінші наяқта марганец плюс 6 тотығу дәрежесі. Қараңыздар, мынау бізде перманганат, мынау бізде манганат. Себебі перманганатта бізде ион минус 1 зарядталып тұр, мынаяқта мәне 2 минус зарядталып тұр. Сондықтан марганец мына жерде плюс 6 тотығу дәрежесінде. Бұның түсі не болады? Жасыл болады. Ал перманганаттың түсі бізде күлгін болады. Алдымен жасыл түс пайда болады, міне dark green. Арғарай, процесс арғарай жалғасты жүзеге асады да, ең соңында міне dark brown precipitate is formed дейді. Яғни, қара қоңыр тұнба марганец оксиді алынады екен. Сонсыздар ма? Окей, 90 сөзін тобықтай түйіні бұл алкендермен реакцияға түседі. Бром да түседі, мына біру перманганат да түседі екен. Яғни, Б нұсқасы бізде дұрыс жауап болады екен. Арғарай, басқа жауаптарды да қарастырып өтейік. Міне, сумен бізде реакция жүзеге асады. Кәдімгідей біз этеннен біз этанолды ала аламыз. Бірақ та бұл қарапайым жағдайда емес. Бұл жерде қысым керек, жоғары температура керек, катализатор керек, тағысын. Екіншісі, мыс 2 гидроксиді. Ол міне альдегидтермен әрекеттеседі екен. Соларға сапалық реактив. Одан кейін міне көп атомды спирттерге реактив болып табылады. Мыс гидроксиді. Яғни мына С бізде жатпайды. Бізге алкендер керек. Д нұсқасы. Электрофилді қосылу механизмі дейді. Алкендер бізде жүзеге, яғни галоген, сутегі галогениттермен алкендер реакцияға түседі. Бұл механизмнің аты электрофилді қосылу механизмі. Хлор сутек әрекеттеседі. Бірақ та темір 3 хлориді әрекеттеспейді. Бұл бізде фенолдарға сапалық реактив нәтижесінде күлгін түсті ерітінді түзіледі. Д нұсқасы бізде дұрыс болмайды. Яғни, міне Б нұсқасы Б. Ол бізде дұрыс ответ. Достар, біз осымен талдауды тоқтатамыз. Басқа сұрақтардың талдауларын немесе басқа нұсқалардың талдауларын көріңіз келсе, төмендегі ақпарат бойынша менеджерге хабарласыңыз. Біз Қазақстан бойынша НКТ-ға химия пәнінен дайындайтын номер 1 орталық болып табыламыз. Біз негізінде сұрақ сатпаймыз, біз сапалы талдау сатамыз. Егер бізбен бірге НКТ-дан сүрінбей өткіңіз келсе, төмендегі ақпаратпен менеджерге жазыңыз, немесе мына біреу нөмір арқылы WhatsApp нөмірге жазыңыз. Міне 8 707 385 98 нөмірі. Жақсы, назарларыңызға рахмет, сау саламатта болайық.